тіршілігін, ауыл адамдарының мінез-құлқын жазып, қалам тербемеген жазушы кем шығады. Осындай ауылдың қым-қуат тіршілігі, адамдардың ой сезім мен әрекеттері нанымды суреттелген шығарма Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Менің інілерім» әңгімесі. Бұл әңгімеде қарапайым отбасының бір көрпенің астында тату-тәтті өсіп жатқан 8 баласы туралы айтылған. Осы әңгіме туралы толығырақ Қостанай ауданынан келген Құрманғазы қызы Шапағат айтып береді. Сәлеметсіздер ме? Жазушы Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Менің інілерім» атты шығармасынан үзінді. Біз бір үйде ағайынды 8-біз. Мен дүниеге келгенде апамның қуанышы қойнына сыймаған екен. Содан кейін дағы 4-5 жыл өткесін бір-біріне аттары да өздері де ұқсап қалған. Оразәлі, Қасымәлі, Насырәлі, Асанәлі, Жасанәлі, Досанәлі, Тасанәлілер өрбіпті. Біздің ауылда Жәпектің ыздиған немелерінде деген бір сөз бар. Сол бір ыздиған немелер біз боламыз. Былтыр қыста үлкен атамның үйіне Сарағаш жақтағы құдасы қыдырып келген. Екеуі оңашада отырған кезде сол кісі осы Жәпек құданың үйінде қара-құра көп көрінеді. Бала-шағасы қанша болды өзі? Десе, атам біздің аттарымызды бір-бірімізге шатастырып, сары мүйіз шақшасымен әр саусағын бір түрткен күйі отырып қалыпты. Ақыры болмаған соң, әй, сол немелерді төсекте жатқан жерінен басып санап алмасам, болмас сірә, өліп кетсе, бой бермес соларын, деп тұрып кеткен екен. Адамның сол сөзі күлкіге айналды. Сәрекең сөйдеген екен, деп жұрттың көзінен су аққанша білгенін талай көрдім. Қызыл көрпенің астарын жаратпай тастапсыңдар, деп жатыр апам. Өзім де көрдім, жырым ашық. Ертеңіне дейін жамап қоярмын. Әзірше осы көрпенің астына бас аяқтасып сиярсыңдар. 8-іміз бірдей жалғыз көрпенің астына сыйып кеттік. Әдеттегіше апамның екі жағына жатқысы келіп, Досанәлі мен Тасанәлі бастарын сайып еді. Қарақтарым-ай, сіркем су көтермей жатыр. Базар көкелеріне барыңдар, деп маған қартай сілтеп жіберді. Бірінің бірі аяғынан шамшып, тебісуден басталған көрпе астындағы майдан біреулердің ыңырсақ жылауын тыңды. Біздің аяқ жағымызда опыр-топыр болып жатқан аяқ киімдерді жөндеп қойып, көкем күйіп пісіп жүр. Бұлардың 8 рудан келгендей қырғызатыны несеген-ай, не жетпейді, қой дейм түге, деп екпіндеп қояды. Бірақ өзі түгілі қолы да жоламайды. Ол қайсай олып жатқаны, сойып салшай жетпегірді, қап терлеп жатқаным. Апамның төсек астынан булыға шыққан үнмен бәрі шын болды. Сойып салшай дейді. Әй, сен не қойшысың? Балаларға келгенде жының қозып тұрады. Сен не білесің? Қалқиып жүргенім болмаса, қаралай саңсап қалғаным жоқ болысы күн. Не дейсің енді маған? Деп көкем де босаңсып қалды. Апамның біраз жылдан ауру сырқаулы екені рас. Әсіресе соңғы күндері жатуы көбейіп кетті. Апамды іштей ғана аяп тым-тырыс жатыр. Әлгі болмаса, бәлнесесіне апарамызды. Жаман немелердің көз алдында қалқиып жүргенім ол ғой. Үлкендері оқу деп, баспа деп кетіп қалса, қиын тиме саған. Кім білсін? Қолдаяқтай келін ала қоюға балаң әлі жас. 17-ге келгенде жүнжіп кетеді. Мына сөзді естігенде
менің үшін бүлк ете қалды. Бір қырында жатқан жерімнен аударылып түсіп, аспанға қарадым. Қоп-қойы бұлттарға қарап жатып, ойланып қалдым. Інілерімнің барлығы мұрындары пысылдап ұйқыға кетті. Арысқой екеуміз Досанәліні ортамызға алып жатқанбыз. Ол да басын менің кеудеме тірегенде ұйықтап қалыпты. Бір кезде Арысқой алдымен жеңімнен тартты да, «Базар аға!» деді бір кезде. «Не дейсің?» «Осы Насыр қасымды бір жаққа барып оқимыз деп жүр ғой». «Иә, енді кетеді. Интернатта жатып оқиды». «Сосын келіп тұра ма?» «Несіне кетсін? Апам айтты, күнде ұрысып тұрасың». Арысқой үндемей қалды. Сол күйі бетін бұрып жатып, ары жатты. Көрпенің бір шетінде Қасымәлі мен Насырәлі жатыр екен. Екеуіне қарап күлгім келді. Екеуі екі аяқтының жалқауы. Кеше көкем екеуіміз тамның басын сылап жүрсек, бұлай тасып жүрген. Қасым мен Насырымыз ұшты күйлі жоқ, шар құрып іздеп жүрсем, малғамайтын кепенің бір қараңғы бұрышында отыр. «Не деп отыр?» деп есіктің сыңалауына құлағымды тоса қойды. «Ол жарамай қалды!» деп қояды Насыр. «Не болды? Осы Базарәлі қалай, я? Көкем не айтса да салпақтап жүрген. Саған бірдеңе айтайын ба? Сен оны әлі білмейсің. Сен білесің бе Нұрқызды? Оны мен біздің бәзекем тәуір екен. Кеше көрдім. Кинода өзі де жабысып айырылсар емес. Оны апам да біледі, бірақ теріс көрмейді. Базарәліні біледі. Неге оқуға жібермеді дейсің? Сен де қойшы, оның қой, мен де ақ қой. Кімдей болса да сол. Базарәлі біреуін алып дейсің. Көке, жеңше дейсің бе? Сен ше? Мен атын айта салам. Мейлі. Насыр қаттырақ күліп жіберіп еді. Қасым түстеп, сұқ саусағын шошайта қойды. Екеуін алдыма салып алып, дедектетіп тұрып, былай қалып келдім. Бірінің бірі қол аяғын үстіне қойып, інілерім ұйықтап жатыр. Бір кезде үйдің маңынан көкемнің жөтелген дыбысы естілді. «Ай, мына бұлттың түнеруінің жаман-ай!» Түн ортасында жауып берсе. «Мына жаман немелер тағы да ұршу-шыршу болады-ау!» деп кәдімгідей қамқорсып сөйлеп жүр. «Ой, дүние-ай, қыбыр-қыбыр жарық дүние-ай, жаман немелер түге. Аман болсаңдар бір жерден шығарсыңдар», деді де есікке қарай беттеді. Апам әлі ояу жатыр. «Ай, базардың көкесі-ау, қауынның басына барып жатпайтын бе едің? Құдай алар дейсің бе? Барамыз да», деп жайласып отырып, қалтасынан шақшасын шығарды. Ал менің әлі ұйқым келеріміз. Көкем даяр. Бір көрпенің астында жатқан 8 тентектің ұйқысын күзетіп жатқан түрі мынау. Енді ғой, қауынның басына бар. Онда қанша сенделерін кім білсін? Өз айтқандай, аман болсақ бір жерден шығармыз. Мен дәрігер болуды армандаймын. Ал мына айқыш-айқыш қара сирақтарды кім білсін? Көрпемді кеудеме дейін тартып алдым да аспанға қарадым. Қоп-қой бұлттар әлі түнеріп тұр. Шығыс жақтан шатыр-шүтір етіп найзағай ойнап кетті. Мен де